Атырау қаласы бұл жерде бүгін суперкубок ұлттық лига ерлер Тараз ел чемпионы кубок иегері Ақтөбеге қарсы ендеше бүгін федерацияның YouTube арнасында бізде осы финалдан қызықты влог. Тараз әлде Ақтөбе? Қай клуб мамыр айында Азияға барады? Кеттік, бірге тамашалаймыз. Құрметті достар, қазір бұл жерге Қазақстан волейбол федерациясының вице-президенті келе жатыр. Тосын сұрақтар қойық. Ермек Амирбекович, ассаламу алейкум. Как ваши дела? Ермек Амирбекович, бүгінгі ойыннан жалпы қандай ойын күтесіз бүгін? Өте маңызды ойын. Себебі осының алдында 3-2 болды. Атырау ұтылды. Сол ойында өте мықты. Бүгінгі ойын 3-0 есебімен аяқталып кетпей ме? Ойлаймын, енді қазір кубокқа қарағанда Тараз командасы жақсы деңгейде ойнап жатыр деп. Енді Ақтөбеден де өздеріңіз білесіздер, құрамасы өте күшті. Жақсы ойын күтеміз. Енді оны 3-0 бола ма, 3-1 бола ма, 3-2 бола ма, бір құдай біледі. Бірақ енді жақсы ойын күтеміз енді. Қазақстан суперкубогы ғой. Тараз командасы да, Ақтөбе командасы да осы ойынға жеңіске жету сондай несі бар өздерінің. Бүгінгі ойынның бас төрешілері Ольга Саттарова және де Асель Губашева. Осындай қиын ерлердің финалын біздің қыздарымыз бүгін қалай төрелік етеді екен? Сұрақ туындамайтын сияқты. Қыздарға сәттілік. Рафа, ассаламу алейкум. Тараз немесе Ақтөбе? Что-то мне подсказывает Ақтөбе. Есеп Ребята на полную силу будут играть, я думаю, что Ақтөбе выиграет, покажет свою игру. Есеп қандай болады? Если у Тараза там выпал, допустим, Миртаев, я думаю, также смогут и с леворуким сыграть хорошо. Также центральные неплохие. Федор, победитель суперкубка, по твоему мнению, Ақтөбе или Тараз? Я думаю, преимущество на стороне Ақтөбе все-таки. Общая игра у них будет посильнее. Но игра покажет, увидим. Құрметті көрермендер, қазір біз осында отырған жанкүйерлерден де сұрайтын болайық. Ассаламу алейкум. Жалпы ожидание қандай? Тараз, Ақтөбе не үшін келдіңіздер? Атырауда басқа командалар ойнап жатыр. Қандай волейбол күтесіз? Мен әдемі ойын күтемін, енді Ақтөбе жеңеді деп ойлаймын. Өз басым 3-1 есебімен Ақтөбе жеңіске жетеді деп ойлаймын. Жалпы Қазақстан волейболын қарайсыз ба? Қараймыз да, әрине. Сүйікті клубыңыз Атыраудан бөлек? Атыраудан бөлек Ақтөбе мен Жайық. Батыстарды қолдайды. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім болады? Венера. Венера, бүгінгі финалдық ойында кім жеңіске жетеді және қандай есеппен? Наверное, Ақтөбе мықты ойындары, игроктары да. Счет 2-0, 2-1. 2-1. 2-1, 3-2 алады ғой? Жоқ, 2-1. Осылайша көрдіңіздер ме, болгерлар волейболдың жаңа заңын ойлап тапты. Енді волейбол 2 партияға ойналады екен. Құрметті көрермендер, қазір дәл біз сіздерге кубоктың қайда тұрғанын көрсететін боламыз. Мен артымнан жүрсеңіздер, бұл жақта кубокты сіздер ең бірінші көресіздер. Мінекейіңіз Қазақстан Республикасының суперкубогы. Дәл жаңылмасам, тура осындай суперкубок қыздарға да Өскемен қаласында берілген. Ал мынау бүгінгі финалдың үздік ойыншысына берілетін сыйлық. Ендеше, құрметті көрермендер, дәл осы жерде құрметті көрермендер, біздің комментарийге үздік ойыншы кім атанады, суперкубокты кім қандай есеппен жеңетінін жаза кетсеңіз. Біз ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір менің жанымда Тимур Максотович, ассаламу алейкум, для YouTube Федерации суперкубокқа келдіңіз. Ожидания? Думаю, хороший матч будет. Оба соперника равные.
И, как говорится, игра покажет, кто проявит характер спортивный, волевой, тот и победит. А ваш прогноз на финал? Ну, я по силовым качествам, конечно, думаю, наверное, команду Ахтюбе. Ну и сам я из Запада же, поэтому болею за команду Ахтюбе. Все, спасибо. Хайрат Байбеков, либера команды Атырау Буревестник Алматы. Не говори, новая команда. Қареке, фаворит кім ұтады? Бір ауыз сөздерін. Фаворит енді осы кешенде өткен, соңында өткен кубоктың фавориті Ақтөбе. Бірақ Тараздың командасы мықты деп ойлаймын. Қазіргі кезде олар жаңа либералды, бағаланып келді. Бүгін жақсы ойын болады негізінде. Қандай есеп болады деп ойлайсыз? 3-2, білмеймін кім ұтады. 3-2 деген есеп бұл өте керемет есеп болушы еді. Сани Берденов, ұлттық дәрежедегі төреші қазір осында. Сәке, ассалаумағалейкум. Сіз бағана негізі төрешілік жасап кеттіңіз. Не істеп жүрсіз бұл жақта? Қазір енді суперкубок болайын деп жатыр, тарихи. Сол суперкубоктың қазір жеңімпаздарына тағылатын медалдарды, кубоктарды алып шығып, қазір ойынның алдында соны орналастырайын деп жатыр. Оған сіз ақша аласыз ба? Енді тегін жұмыс істейміз ғой біз Қазақстан Республикасында. Ол қызметке ақша алмаймыз әрине. Енді финал туралы ойыңыз бұл жерде барлығы Ақтөбе ұтады деп айтып жатыр. Бір адамды көрмедім, Тараз деп. Сіздің ойыңызша бұл финал қалай аяқталады? Бұл финал енді супер финал ойын деп тұр. Бұл жерде Ақтөбені ұтады деп айта алмаймын, бірақ 5 партия болады ойын. 2-2 болады, 5-ші партияда кім мықты сол ұтады. Қазір біз Жетісу командасының бас бапкерінен Марат Алтынханович Адыршевтан сұрайтын боламыз. Марат Алтынханович, ассалаумағалейкум. 1-0 есебі Тараз командасы алды да барлығы Ақтөбе ұтады деген бір болжам берген болады. Бірінші сеттен кейін сіз қалай ойлайсыз, суперкубокты кім ұтады? Ақтөбе ұтады. Камбэк болады? Болады, обязательно болады. Ақтөбе ұтады. Неге бірінші сетте Трикоздың командасы ала-құла ойнады? Ол орысша айтқанда стартовый волнение болады. Содан олар енді қазір уже спокойно ойнайды и ұтып алады. 1-0 есебімен Ақтөбе командасы ұтылса да, міне эксперттер барлығы Ақтөбенің камбэкіне сенеді. Құрметті көрермендер, осылайша екінші партияда да Тараз командасы жеңіске жетті. 2-0 әзірше. Үшінші партия ең шешуші партия болады. Егер Ақтөбе командасы жеңіске жетсе, онда камбэк болуы мүмкін. Ал егер Тараз жеңсе, онда бізде 3-0 есебімен осы ойын аяқталады. Бағана қыздың әңгімесі естеріңізде ғой, 2-0 есебімен аяқталса деген. Міне, Тараздың жанкүйерлері осындай есепті қалайды, бірақ волейболдың ережесі бойынша 3 партияға дейін жеңіс болуы қажет. Ендеше 3-ші партияны тамашалайық.
Құрметті көрермендер, 5-ші партия осылайша Ақтөбе 2 сет қатарынан ұтты. Қазір 15-ке дейін тайбрейк ойнатылады. Кім осы партияда жеңеді, сол Азияға аттанады. Ендеше бірге тамашалайық. Құрметті көрермендер, осылайша тарихи ойын аяқталды. Ақтөбе ойынды 180 градусқа бұрып жіберді. 2-0 есебімен ұтылып тұрды. 3-2 есебімен жеңіп кетті. Дәл қазір менің жанымда Ақтөбе бас бапкері Сергей Михайлович Трикос. Сергей Михайлович, как получилось перевернуть эту встречу? Большое уважение команде Тараза. Показывали супер игру ребята. Забивали все, проходили такие мячи сумасшедшие. И идеальная игра была у них. И у нас, естественно, много не получалось вначале. Первая партия нервничали, хотели себя показать, немножко не получалось из-за хорошей игры соперника. Но, тем не менее, переломили. Супер характер. Настоящие мужики. Это самый запоминающий, шикарный матч в вашей тренерской карьере? Или что-то видели еще лучше? Конечно. Сейчас это идеальный матч. Это лучший матч. Это титул. А это путевка на чемпионат Азии, в конце концов. Это супер. Спасибо, ребята. Мен жанымда бүгінгі финалдың ең үздік ойыншысы MVP Никита Швалев. Никита, расскажи, сегодня, когда мы смотрели статистику, уже в 4 партиях ты набрал 35 очков. Я не знаю, сколько ты в итоге набрал. Ну, ты сегодня без вопросов лучший игрок. Спасибо. Хотелось просто победить.
у нас это получилось. Вся команда работала ради этого, чтобы забрать суперкубок. Какие мысли были при счете 0-2? Потому что я смотрел на всех, и на руководителей, и на болельщиков. Ну, как будто все уже смирились с поражением. Нет, не было такого. Все боролись, и с третьей партии мы продолжали играть и добились своего. На твоей памяти это одна из самых лучших твоих игр, не знаю, за последние 5 лет? Я считаю, что да. В плане того, что все мы через что прошли, что наработали, у нас все получилось, да. Что будет дальше? Увидим. Рядом со мной Никита Швалев. Никита, не буду тебя держать, пожалуйста, фотосессия. Осылайша, құрметті көрермендер, бүгінгі тарихи ойын финал аяқталды. Ақтөбе командасы Таразды 3-2 есебімен жеңді. Ал сіздер YouTube, біздің федерация YouTube каналына міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен де барып бір-екі фотоға түсіп алуым керек. Рахмет.